Адамның пайғамбар жасы 60 жасқа келгенде келіп отырмыз. Құда менен құдағайдың екеуінің қосылғанына 40 жыл болыпты. Бақытты болсын. Содан кейін қызымыздың жасы 20-ға кетті. O da құтты болсын, береке бірлікті болсын. Allah'ın берген жасын жасай берсін. Өмір жасы ұзақ болсын. Әкешім, анашым, сіздер менің қуанышымсыздар, сіздер менің барымсыздар, менің бар байлығым сіздер. Тек қана сіздердің амандықтарыңызды тілеймін, отырсам да тұрсам да. Рахмет, бізді дүниеге әкелгеніңіздеріңізге, бәрі жасап жатқан жақсылықтарыңызға рахмет. Сіздерді жақсы көрем, папа, туған күніңіз құтты болсын. Алла жазса, тек қана жақсы күндер ғана болсын. Осы тойдың бастамасы, тек қана осы тойдан кейін тек қана жақсылықтар болсын. Тек қана той думанынан үйіміз, тек қана шаңырағымыз той думанынан кетпесін. Тек қана той думанымыз болсын. Папочка, біз сізді қатты жақсы көреміз. Біздің Асқар Тау әкеміз, біздің любимый, жақсы көретін әкешім сіздер. Біз сізді жақсы көреміз. Әкешім, мен сізді бүгінгі туылған күніңізбен құттықтаймын. Сізге бар жақсылықты тілеймін, әкешім. Мен сізді қатты жақсы көремін. Сіз мені кішкентайымнан бастап осы күнге дейін еркелетіп өсірдіңіз. Рахмет сізге, әкешім. Әке, ана, сіздерге тілерім, әрбір атқан таңдарыңыз ажарлы, тірліктеріңіз базарлы болсын. Әрдайым Алланың назарында, бақыттың базарында жүруге шын жүректен тілектеспін. Біз сіздерді жақсы көреміз. Папа, бүгінгі қуанышты тойыңыз құтты болсын. Сізге бар жақсылық тілеймін. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Мамамен бірге бір жасықта қартайыңыздар. Кішкентай Бекосияның тойыңыз құтты болсын. Оқуын аман есен бітіріп, болашақта жақсы бір мамандық ниесі болып, биіктен көріне берсін. Ауырмаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Бала-шағаң қызығын көріп жүре беріңіздер. Келіпсіздер, сіздердің әдемі құрмет қошаметтеріңізбен бүгінгі ұлан асыр көптен күткен бағанадан бері бастаймыз деп атқан тойымызды ағайындар бастап алсақ. Той басталды ма? Мына стол ғана тойдың басталғанына қуанып отыр ағайындар. Тойдың басында бычық деген қошемет соғылса, тойымызда дәл сондай ұсақ түйек болып өте шығады ағайындар. Тойдың басында кесек, дарз, гүрс деген қошемет болса, тойымыз дәл сол сияқты үлкен болмақ ағайындар. Бүгін бір ғана той емес, қос той ағайындар. Бүгін әкеміз бен анамыздың шаңырақ көтергеніне 40 жыл рубин, қазақша айтсақ, лағыл той. Әкеміздің бейнетті өмірінің зейнетіне шығуына пенсия 60 жас мерей той ағайындар. Той құтты болсын, той басталды! Ағайындар, бәрлігіміз отырып алдық, бірақ Серік ағамыз бен Бота тәтеміз тойдың боларына не болып жатқан дым хабар жоқ. Қазір енді өздерінің іздері, өздерінің өмірінің жалғауы сахна төріне 3 бәйтерегі, 3 қызының әнімен біздің бүгінгі кешіміздің, тойымыздың басты кейіпкерлерін ортаға шақырып алсақ. Дайынбыз ба ағайындар, той иесін ортаға шақыруға? Мына кісілер дайын ағайындар. Дайынбыз ба? Қарсы алайық, той иелері! Суға түстің мен үшін, енді міне бағым берді жемісін. Бала қыраны шынға шықса бұл күнде, мұның бәрі әке сені жемісін. Анашымды отырғызып жанына, той берейін салып алақаныма. Ей адамдар
адамда шүкіршілік етіңдер. Мұн өмірде әкелерің барына, тек әкелер сендер ғана лайықсың. Хан сарайы патша тағына, тек әкелер сендер ғана лайықсың. Хан сарайы патша тағына. Алатаудай қадірін білесің бе, қыздарың мен ұлдарың бір өсуде. Алтын шапан кигізсем де аз саған, айтшы әке не істей алам сен үшін. Анашымды отырғызып жанына, той берейін салып алақаныма. Ей адамдар шүкіршілік етіңдер, бұл өмірде әкелерің барына, тек әкелер сендер ғана лайықсың. Хан сарайы патша тағына, Тек әкелер сендер ғана лайықсың. хан сарайы патша тағына. Сахна төрінде Серік әкемізбен Ботагөз анамызға ағайындар, қошемет құрметтеріңіз аямаңыздар. Той құтты болсын! Ана жұмақ, әке жұмақ қақпасы, бұлар жаққа бұрсаңдаршы ат басын. Бір күндері жұмақ іздеп барғанда, қапа болып қақпа шумай жатпасын. Анашымды отырғызып жанына, той берейін салып алақаныма. Ей адамдар шүкіршілік етіңдер, мұн өмірде әкелерің барына, тек әкелер сендер ғана лайықсың. Хан сарайы патша тағына, тек әкелер сендер ғана лайықсың. Хан сарайы патша тағына. Молодцы ағайындар, той құтты болсын. Хан сарайына да лайық, патша тағына да лайық. Серік ағамыз бен Бота тәтемізге қошемет құрметтеріңіз ағайындар есілмейді ғой. Рахмет. Серік аға, той құтты болсын. Ағайындар, алда 4-5 сағат аясында құттықтап үлгересіздер. Орнымызға жайғасайық, орнымызға отырайық. Той иесі Серік аға, ассалаумағалейкум. Тойларыңыз құтты болсын. Бәріне көндіңіз, бәріне көмегіңізді бердіңіз. Сенсеңіз де, сенбесеңіз де, сіз бүгін 60-тың үшіне келдіңіз. Тұманбай Молдағалиев 60 деген немене, енді міндік кемеңе жаққа келдіңіз. Бұл халқым семені бе дейді. Алла бұйыртса 70-ке жетіңіз. 80-нен секіріп өтіңіз. 90-да тоқтамаңыз. 100-де осы 100-і жылы жақсылармен әдемілеп тойлатуға Алла тағала нәсіп етсін. Ағайындар, осы тілектің ішіне қосыласыздар ма? Той құтты болсын. Серік ағамызбен Бота тәтеміз 100 жасасын дейтіндер болса, бір ура деп қошеметін соқ қойсынша. Тағы да тойларыңыз құтты болсын. Алла бұйыртса 5 сағат аясында айтылған тілектің барлығы қабыл болсын деп айтамыз. Енді өздеріңіз ана жерде төр жаққа апаларымыз бен аталарымыздың орнына жайғастырып жіберсек. Қошемет құрметтеріңіз ағайындар, той иелеріне. Хандар мен мырзалар, тойдың басы бісміллә, аяғы әлхамдулилля дейтін қазақпыз ғой. Қарайтығын батасына, сөзімнің баға беріп сапасына, ешбір алтын, ешбір медаль жетпейді екен. Төрде отырған Мәукен атамыздың батасына деп, Мәукен құдамыздан той бастар, тойдың алғашқы батасын алып алсақ. Мәукен ағамыз. Мәукен атам. Ассалаумағалейкум. Тойларыңыз құтты болсын. Діземізді бүгейік, білегімізді түрейік, әумин деп Мәукен ақсақалымыздың батасына қол қояйық. Бірінші құдамды құттықтап қойын дейді.
Al ilahi amin. Ya Rabbim Allah, Ağday оңдасын, пайғамбар қолдасын. Дастарқандарың бай болсын, қазан ошағың май болсын. Төрттілігің сай болсын, құлындығың пай болсын. Ұлдарыңды ұяға қондыр, қыздарыңды қияға қондыр. Алла бергеннен жазбасын. Көбейе берсін, мал бассын, өсе берсін, жан бассын. Қыдыр болсын, жолдасың, досыңның көңілің қалмасын. Düşmanın жағынан алмасын, қастық қылған оңбасын. Жаратқан Алла жар болсын. Бүгінгі тойымыз тойғыдан тойғыласа берсін. Бата бердім сізге, жасыңыз жетсін жүзге Құда. Амин. Аллаху акбар. Әумин. Дүниеге келер бір рет, дария кеуде талмысын, құрыштан құйған құдірет, Мәукен атамыз аман сау жүрсін дейміз ағайындар. 100 жасты тілеп жатырмыз. Мәукен ата, 100 жас деген не бенеу? Мына тұрған жер ғой, сізге Алла бұйыртса 120 жас тілеп қояқшы. Қошамет соқ қойыңыздар, ардақты ағайындар. Осымен біздің Серік ағамызбен Бола анамыздың қолдарын жайған ақ дастарханы тек қана сіздер үміттеріңізге ақ дастарханнан алып бастаңыздар, дем алып отырыңыздар, дәм алып отырыңыздар. Бүгін біздің құзыларымыз сіздердің қарындарыңызды ғана емес, көңілдеріңізде тойдырайын деп отыр. Олай болса, ақ дастарханнан алып бастап, сіздердің көңілдеріңізді де қарындарыңызда тойдырып отыру үшін біз қазір әуезді ән, құлақтың құрышын қандыратын керемет әуезді әндерді жолдайтын боламыз. Той құтты болсын ағайындар, той басталды. Хандар мен мырзалар, алғашқы өнер шашуында сіздерге тарту етеміз. Қабыл алыңыздар, қарсы алыңыздар сіздердің құрметтеріңізге. Жорға би тобының орындауында қазақ биін тарту етеміз. Қабыл алайық ағайындар, Жорға би тобы. Ай, молодцы. Жорға би тобына алғыс айтамыз. Хандар мен мырзалар, ақ дастарханнан алып бастасаңыздар, біздер сахна төріне алғашқы болып тілек тізгінін ұстайтын бүгінгі тілектер тізгінінің ақ түймесін ақтып беретін мәртебелі меймандарымызды ортаға шақырайын деп отырмыз. Біздің Серік ағамыздың аға әпкелері, жезде жеңгелері, жалпы әулетіміздің үлкендерінің үлкен сәлемін ала келген біздің аға буындарымыз, ағайындарымыз Байұзақ, Гүлнар, Үкібай ағамызды, Еренсіз тәтемізді, Әсем әпкемізді,
Бақыт Мырза, Қаламқас ханымды, Руслан, Айнура атты барша әулетіміздің үлкендерінің жүгін арқалап келген ағайындарымызды сахна төріне той бастауға, тілектердің тізгінін түріп беруге, шымылдығын ашып беруге шақырамыз. Келіңіздер, ағайындар. Сахна сіздердікі. Байзақ, Гүлнұр, Үкібай, Еренсіз, Әсем, Бақыт, Қаламқас, Руслан, Айнура атты меймандарымыз. Дала қырмызы, Қарайсың қаланың қызы, сенбесең бұл әсем кештің, шолпандай дара жұлдызы. Қатырып билей алмаймын, шақырып сүйрей алмаймын. көп қыздан біріне десем, ешкімге теңей алмаймын. Мен біраз адамның атын атап едім. Естімей қалдыңыздар ғой деме? Байзақ ағамызды, Гүлнұр әпкемізді, Үкібай аға, Еренсіз тәте, Әсем әпкемізді, Бақыт, Қаламқас, Руслан мен Айнұр дейді. Бәрлігіміз осындамыз ба? Бәрлықтарыңыз, екеулеріңіз келсіздер. Ал, ассаламағалейкум, қош келдіңіздер. Той құтты болсын. Енді әкеміздің туғандарының, үлкендерінің бір сыпырасы келе алмай қалды. Сіздерден сәлемін жолдап жатыр екен. Олай болса, сол ауыр жүкті өздеріңіз әдемілеп тұрып, жақсы тілекпен жалғастырып жіберсеңіздер. Ағайындар, әулеттің үлкендерінің атынан ат терлетіп келіп отырған ағамыз бен әпкемізге бір қол соғып алғашқы тілегімізді тыңдап алсақ. Ал енді, саламалейкум, сәлеметсіздер. Ал енді, көке, бүгін туғаныңызбен құттықтаймын. Құттықтай отырып, денсаулық тілеймін, ашық аспан. Осы мені бүгін қыздарыңыздың тойды жасағанына рахмет. Енді осы зейнетке шығып отырсыздар. Не деймін, бақыт тілеймін, денсаулық болсын. Кеш жарық, алыстан, жақыннан келген қонақтар, мына қазір екеу ғанамыз мына жерге шығып сәл ыңғайсыздау болып тұр. Негізі әке шешеміз келу керек болды, бір себептермен жаңағыдай келе алмай қалды. Сол кісілердің атынан, жаңағы сол кісілердің тілектерін жеткізуге, аға тәте, мына шаңырақ көтерген, жаңа айтып отыр, Рубин той деп отыр, сол шаңырақ көтерген күндеріңіз жаңағы құтты болсын. Аға, туылған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Ешқашан шаршамаңыз, ауырмаңыз. Міне перзенттеріңізге үлкен рахмет, осындай сіздердің тойларыңызды атап, міне бүкіл елге осындай дәм татқызып отыр. Әрдайым жанұяларыңызда тыныштық болсын, бақыт, ынтымақ болсын. Бүгін менің мына жердегі Еркетай қайын сіңлім Берекенің де туған күні, Береке жаным туған күнің құтты болсын. Өмірің өзің қандай сұлу болсаң, сенің өмірің де сондай сұлу болсын. Сол келгендеріңізге барлықтарыңызға рахмет. Сол алдарыңызға қойған астан алып отырыңыздар. Тағы да тойларыңыз құтты болсын, аға тәте. Және де сіздердің тілектеріңізді жақсы, әдемі батамен жалғастыру үшін ортаға Мәкен апамызды шақырсақ. Мәкен апамыз қайда екен? Құрмет қошеметтеріңізді аямай Мәкен апамызды ортаға алдырып алсақ ағайындар. Ақ жаулығын шешпей, арын арқалап келіп отырған, Абылайдың ақ туындай желбілеп келе жатқан Мәкен апамызға деген қошеметтеріңіз қайда естілмейді ғой ағайындар? Бала кезден ақ бұлақ, әнге бөлеп балайдау, асып-тасып жатасың, ақ моншақтан аспанға шашу шашып жатасың. Ал, ассалаумағалейкум апа, қош келдіңіздер, тойларыңыз құтты болсын. Микрофон өзіңізде. Құдай оңдасын, Қыдыр бабам қолдасын. Бүгін туған күнің құтты болсын. Пенсияға шыққан күнде құтты болсын, денің сау болсын. Осы алдыңдағы көрінген бала шағаң қызығын көр.
дастарханың берекелі, нәсіп мол болсын. Шөпшек суге Құдайым жазсын. Елімізде тыныштық болсын. Ақ дастарханың берекелі болсын. Ылғи жақсылық, қуаныш тілеймін. Осы үйде ылғи той болсын. Осы той емес, жалғасы болсын. Ылғи қуаныш, жақсылықта осы пенсияңның қызығын көр. Ылғи қуаныш болсын. Қобалжығаннан сөйлей алмай қалдым ғой. Жасың 100-ге келсін. Ой, рахмет, тілегіңіз қабыл болсын. Апа, аналар аман болса, көңіл алаң болмайды екен. Сіз аман болыңыз. Шөберенің, шөпшектің қызығын көріңіз. Баладан бөліп құтыласың, немереден өліп құтыласың дейді. Алла бұйырса, шөберенің қолынан, алақаннан май жалауды Алла тағала нәсіп етсін. Әулетілгендері жай қайтпаңыздар. Көштің басы білікті болса түйе азбайды дейді. Әдемілеп, билеп, өз орнымызға жайғаса қалсақ болады. Қол соға қайғайындар, әулетіміздің үлкендері, біздің әулетіміздің жігіттері мен қызылдарына. Көгерікті дегенде көгерікті, көгеріктің сабағы көгерікті. Серік аға, бота тәте, сіздер Алла бұйыртса келестіліктен бастап осы жерге жақындай беріңіздер. Өйткені кімге бағанағы кассаны береміз, кімге тілекті береміз деп өздері кішкене сасып жатқан жайы бар. Сондықтан қазір нағашылардың тілегінен бастап ортаға келе берсеңіздер болады. Ханымдар мен мырзалар, сахна төріне алғашқы ән шашуды арнаймыз. Жаңа ғана тілек айтқан Мәкен апамыздың және де төрімізде отырған барша аналарымыздың құрметіне ана туралы әндерден попуриді орындайтын қылықты қыздарыңыз, сүйкімді қыздарыңыз Гаухар, Сардарбек қыздарыңызды ортаға шақырамыз. Келіңіздер ардақты ағайындар, әдемі әнге, әдемі билеп. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен бердің құстардың қанатын самғаған, балалы құштарым өзіңе арналған. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңілді көктемде көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңілді көктемде көзіңнен танимын. Мереке күніңмен қарсы алам өзіңді, сәбилік сезіммен арнаймын сөзімді. Көргенше алаңмын, аңсаймын туғанын, қабыл ал балаңнан
бықсам шағынарым, анашым бір өзіңсің табанарым. Анашым шалқып күлсен, алдымда ұзақ жүрсен, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Рахмет. Хандар мен мырзалар, барлығымыз енді тойдың басында бір танысып алайық. Бүгін сіздерге той жасап беріп жатқан той иесі Серік ағамызды жақсы танитын адамдар бар ма екен бұл жерде? Мүлдем адам жоқ па сонда? Серік ағамызды жақсы танитын адамдар бар ма? Ұялмаңыздар ағайындар. Бүгін ең жақын, ет жақын туыстар ғана отыр. Бар болса, айғайлап, дауыстап қойыңыздаршы, бар деп. Серік ағамызды жақсы танитын адамдар бар ма? Ал асыл анамыз, Ботагөз анамызды жақсы танитын адамдар бар ма? О, Бота тәтемнің авторитеті ұрып тұр ғой, Құдай. Хандар мен мырзалар, қазір Серік ағамыз қандай деген бір сұраққа жауап беріп алсақ. Мен сіздерден қазір Серік ағамыздың көз көріп, құлақ естімеген бір жақсы қасиеттеріне естігім келіп тұр. Серік ағамыз қандай деген кезде, Серік көкеміздің С деген әріптен басталатын самый әдемі қасиеттерін айтыңыздар. Біз сіздерге өзіміздің ең ерекше, керемет қасиетін айтқан адамға сыйлығын береміз. Ал бастаңыздар. Серік ағамыз қандай? Айғайлап айта беріңіз. Самый классный. Серік аға. Сүйкімді. Сұлу. Молчаливый дейді. Тәте, С-дан бастап жатырмыз. С. Серік ағамыз қандай? Ау? Серьезный. Вау, ағамыз симпатичный дейді. Салмақты, скромный, сабырлы, дұрыс айтады. Тағы, Серік ағамыз қандай жігіт ағайындар? Сері, дұрыс айтады. Сал, сері, сымбатты айтылды уже. Серік ағамыз. Сексуальный дейді, Құдай. Ондай нәрсе айтпай қойыңыздаршы бүгін. Серік ағамыз. 8 қырлы, 1 сырлы дейді. Қошемет соғып қойыңыздаршы, тәте. Призымыз қайда? Алып кел. Тез. Әпке, орныңыздан тұрып қойыңызшы. Кім айтты? Апайымызға 8 қырлы, 1 сырлы деген әдемі қасиет үшін алғыс айтамыз. Енді Бота тәтемізге оралайық. Ботагөз анамыздың өзі азан шақырылып қойған аты Б деген әріптен басталады екен. Сол Б-дан басталатын ең керемет қасиеттерін айтсаңыздар. Бота тәтеміз қандай? Бақытты, блатной дейді. Бота тәтеміз батыр ана, Аллаға шүкір, 4 бала, 7 немере асырап отыр. Бота тәтеміз қандай анамыз? Биязы, анан қара. Бота тәтеміз, айтыңыз аға, айтыңыз. Берекелі. Берекелі дейді ағайындар, дұрыс па? Қол соғып қойсаңыздар болады. Бота тәтеміз қандай? Бота тәтеміз. Береке айтты аға, берекені айтып қойды. Бақыттана, блатной айтылды, ол да айтылды. Бай дейді, Аллаға шүкір, бай, оң қолында иманы, сол қолында жиғаны бар. 4 баласы бар, біздің әкеміз бен анамыздың тойы тағы да құтты болсын деп ағайындар қол соғып қойсаңыздар болады. Енді өте жақсы танитын адамдар қазір сіздерге осы анамыз бен әкеміздің
өмірмен байланысты сандар жасырамын. Мысалы, 1 деген сан жасырсам, бүгін Серік әкемізбен Бота анамыздың үйленген күніне 40 жыл болған той болып жатқан күн. Не болмаса, Серік әкеміздің туған күні болып жатқан тойдың датасы деген сияқты ғой. Ең бірінші сан ағайындар, 5 деген сан нені білдіреді екен? 5. Апа, айтыңыз. 5 шілде Бота тәтеміздің туған күні. Дұрыс айтады, тәте. Қол соғып қойсаңыздар болады, ағайындар. 5. Тағы да 5 деген сан, ағайындар, бір нәрсемен байланысты. 5 дегеніміз нені білдіреді тағы да? Аха. Мына жерде әпкелеріміз қолын көтеріп жатыр. 5 дегеніміз Келіннің туған күні. Келіннің туған күні. Дұрыс емес? 5. Дәл сол туған күн қызық болған, ағайындар. 5 августтың 5 Рүстем туған күні. Жоқ аға, жоқ. 5 саусақ, тәте. Дұрыс емес, не қатысы бар оның? 5. Тәте, сізге миша жет жатқан жоқпыз ба? Накс. Апай, сіз отыра тұрыңыз. Кәм таксовать етіп тұрсыз ғой сіз деген. Анау жақтан бері қарай келе жатсыз. Отырыңыз. 5 дегеніміз, ағайындар, әкемізбен өміріне прям прямой байланысы бар. Айғайлап айта беріңізші. 5 баласы бар. Жоқ, біз білетін 4 бала. 5 дегеніміз, ағайындар. Ау, әне, апамыз айтайын деп жатыр. 5 немересі бар. Жаңа айттық қой, 7 деп кәде. 5 шілде күні Бота тәтеміздің туған күнінде, ағайындар, 40 жыл бұрын әкеміз Бота тәтемізді алып қашқан екен, ағайындар. Естімеген адамдар біле жүріңіздер. Келесі 15 деген сан нені білдіреді? Бұл санның жауабын айтқан адамға біз әкеміз бен анамыздың үйіне 1 аптаға демалысқа путевка береміз, ағайындар. 15 деген сан нені білдіреді екен? 15. Туған күні. Жоқ, жаңа айттық қой, 5 және 1 деп. 15 дегеніміз екеуінің той болған күн. Дұрыс емес, аға? 15. Жоқ, туған күнге қатысы жоқ. Той болған күнге қатысы жоқ. Айтып отырмыз ғой, ағайындар. 15 дегеніміз 15 үй алды. Жоқ, аға. 15 той иесімен прямой байланысы бар, ағайындар. Жаңағы айтқан нәрсеге де байланысы бар. Айтыңыздар. 15. Дұрыс айтады, ағайындар. Жетіген ауылы 15-ші үйде әкеміз бен анамыз тұрып жатыр екен. Қол соғып қойсаңыздар болады. Тәте, есіміңіз кім? Қаламқас тәтемізге біздің үйге 1 аптаға демалысқа путевка, тәте. Келіп спокойно демала бересіздер. Келесі сан, ардақты ағайындар, 30 деген сан нені білдіреді екен? Соңғы сан. 30 деген сан. Осы тоймен байланысты. Осы сәтпен байланысты. Әкемізбен, анамызбен де байланысты, ағайындар. 30 деген сан нені білдіреді екен? Жоқ, тәте. 30. 30. Сүндет той болған? Жоқ. Ау, тәте, айтыңыз. 30 дегеніміз? Сәбина немереміздің туған күні. Сәбина немереміздің туған күні, тәте. Дұрыс емес? 30 дегеніміз, хандар мен мырзалар, бүгін Серік ағамыз бен Бота тәтеміздің тойын басқарып жатқан тамаданың жасы екен. Ой, демеңіздер, ағайындар, сіздерге қызмет көрсетіп жатқан Музарт Лайв жобасының финалисі, КТК арнасы Кеттік тойға ат шапан бағдарламаларысының жүргізушісі Қосқанат көп жасар біз боламыз. Бізбен де таныстық ретінде қол соғып қойсаңыздар артық болмайды. Хандар мен мырзалар, сахна төріне біздің екі жақсы қосылса құдаласып қайтады, екі жаман қосылса Құдай сақтасын қуаласып қайтады дейді. Жақсы болып қыз алысып қыз беріскен
біздің мықты құдаларымызды, жақсы құдаларымызды Мәукен атамыз бастаған, Айшагүл анамыз қостаған, Бәтима апа, Мәкен апа, Жәнібек, Әсем, Аманжол, Майра, Амантай, Гүлжан, Естай ағамызды, Айнаш тәтемізді, Балтабек, Мира, Алмат, Бейбігүл, Талғат, Рита, Серік, Айгүл, Бауыржан, Кенжегүл атты барша генерал құдаларымызды ортаға әдемі сөзге, әдемі тілекке шақырамыз. Келіңіздер құдалар, тілек айтып беріңіздер. Серік аға, сізде келсеңіз болады ортаға. Қарсы алайық. Ән салайын бір еке үш дегенде, қызды көрсе да сыйлау күштенемде. Ағаң шығар терезеге тастап тұрсам, үйдің үрі кетеді-ау дегенде. Тұра тұрыңыздар, сіздер қыз алысып қыз беріскестер ме, қарыз берісіп қарыз алысқастар ба? Көңіл күйлеріңіз жоқ, бір тойға емес, бір Ленин туған күніне келе жатқан сияқтысыздар. Нормальный музыка ғой, біз бір билеп алайық, құдалар, содан кейін микрофонды береміз. Қарсы алайық, құдалар! Құдалар қайда? Көңіл күй қайда? Құдалар! Қоңыраттың бір қызын, кетем деп алдайсың, жетем деп қалмайсың, сүйем десең де нанбайсың. Ал, ассалаумағалейкум құдалар, қош келдіңіздер, тойларыңыз құтты болсын. Микрофонда бағана әдемі ақ тілегімен, ақ батасымен ашып берген Мәукен ақсақалымызға бере қойсам. Ағайындар, үлкендердің сөзін бөлме, ойынан жаңылдырасың, ата-ананың бетінен келме, көңілін қалдырасың. Осы екеуін сыйламасаң, кімді сыйлап оңдырасың дейді. Алдымызға келген үлкен генерал құдаларымыздың тілегін жерге тастамай, ұйып тыңдайық. Серік аға, бота тәте, сіздер осы жерге шақырсам бола ма? Келіңіздер. Отырсаңыздар да, осы жерде отырып тыңдасаңыздар да болады. Микрофон Мәукен ақсақалымызда. Ай бәрекелді. Сөз бергенің алаңды қымбатты осы жерде отырған құдаларымыз бар, туыстарымыз бар, ағайын туыс бәр жегжаттар бүгін міне құдамыздың, құдағиымыздың, құданың туған күні 63 жас пайғамбар жасына келген екен. Құда мен құдағидың екеуінің қосылғанына 40 жыл болыпты. Бір ғасыр бір адамның жылы ғой. Құтты болсын құда мен құдағиым. Құда жасыңа жас қосылсын, басыңа бас қосылсын. Балаларыңның, немерелеріңнің қызығын көре бер. Сен де біз сияқты шөбіре көр. Алланың берген жасын жасай бер. Және құда мен құдағи екеуің жыл жасап қол ұстасып жүре беріңдер. Осы жерде отырған бәрлеріңе айналайын тілейтінім бақыт, береке, бірлік болсын. Дендерің сау болсын. Мына келіп қалған міне бір ауырысы уақытындардан Құдайдан аман қылсын. Қазақ еліміз аман болсын, жеріміз аман болсын. Осы мұсылман қазақ аман болсын. Не дейміз айлалар, бәрлерінің үйлеріңе бақыт, береке, бірлік, тірлік, ынтымақ берсін. Ал Құда жасай бер, Аллаға қарай перет баса бер. Алланың берін жаны айтайын, жасын жасай, 100-ге кел. 90-ға қабай, еңкейме, 100-ге келмен шалқайма, жасай бер. Мінеке. Ал енді Құда, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Мінекей, жаңа 40 жыл дейді қосылғандарыңызға. Енді одан да дүзден аса беріңіз. Екіне, әйтір, туған күнмен не ғой, жаңа айтып отқан. Құдағы екеуіңіз бір жастықта қартайыңыздар, жақтарыңыз өткенше жамандық көрмеңіздер, мына көзге көрінген немере шөберелеріңіздің қызықтарын көріңіздер. Ары қарайда бала шағаларыңыз өніп өсе берсін. Сол бүгінде Бекошымыздың туған күні екен, туған күні құтты болсын.
оққан оқуының жемісін жесін. Алла тағалам соған куәгер болсын. Аман болайық, деніміз сау болсын. Тағы да туған күніңіз құтты болсын. Туған күннен туған күн жете беріңіз. Аман болыңыз. Келсек енді тойға келейік. Боташкамыз аман есен қол аяғын бауырына алып, тойының ары қарай жалғаса берсін. Аман есен болайық. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, құрметті тойшыл қауым. Тойларыңыз құтты болсын. Ал енді сіздердің Ал Серік, 60 жасың құтты болсын, дендерің сау болсын. Екеуің аңсаған армандарың осындай балашаған, жасаған қуаныштарында бірігіп қызықтап жүре беріңіздер. Той-тойдан тойға ұлассын. Дендеріңіз сау болсын. Ал енді құрметті ағайындар, бәрілеріңізге жақсылық тілеймін. Алла тағала бәріңізді иманды болсын. Денсаулық берсін. Ал құрметті құдағи, бүгінгі жасап атқан тойларыңыз құтты болсын. Осында отырған барша халықтар, аға апалар, аға жеңгелер, құда жекжаттар, барлықтарыңызға бірінші байлық денсаулық дейді. Сіздерге денсаулық тілеймін барлықтарыңызға. Заманымыз тыныш болсын, халқымыз аман болсын. Құдағи, бүгінгі балаларыңыздың жасап атқан қызық тойларына өте қуаныштымыз. Осы тойға анам атынан сөйлейін, анамыз келемеді, жасы үлкен. Ол кісі сіздерге дұғай сәлем айтты. Алла ұзақ ғұмыр берсін, біздің анамыздың жасын берсін. Сіздерге көп рахмет. Рахмет. Осы тілекке қосыламыз ғой. Бәрекелді, тілектеріңіз қабыл болсын. Жаңа өзінің тілегінде Мәукен атамыз дұрыс айтты ағайындар. Тыныштық болсын деді. Осы Алланың берген тыныштығының арқасында той жасап жатырмыз ғой. Той жасамақ түгілі тойып тамақ іше алмай кеткен адамдар қаншама бұл өмірде. Қазақтың басына небір нәубет заман туғанда қарта шайнап отырған қазақтың қара талқанға зар болған күні жоқ емес. Сарғазы жеп отырған қазақтың саршынақтың етін іздеп әлек болған күні жоқ емес. Оның есесіне егемендігімізді алып, еңсемізді түзеп, Алматының төрінде, Алатаудың бөктерінде, Ақсарайдың белінде жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын деп айтамыз. Енді осы құдаларымыздың атынан әдемі әнін жолдайтын бүгінгі кешіміздің құрметті қонағы Естай ағамызды есті әнімен ортаға шақырсақ, құрмет, қошеметтеріңізді көрсетіп қойыңыздар ағайындар. Рахмет. Тал терек болатын, шыбығы шынар болатын, әр үйге періште ұялап, құзыр қонатын, шөбінен сүт аққан, төрінен күн атқан, ешкімге залалы жоқ тыныш жатқан. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым, сеге той құтты болсын. 10 жас ойнақтаған бал емес пе, 20 жас өтіп кеткен бір елес пе, 30 жас орда бұзар жас емес пе, 40 жас қамалалар шақ емес пе, 50 жас нағыз ердің жас емес пе, 60 жас шуақ шашқан таң емес пе, 63 басқа қонған баг емес пе, ендеше тойлайықшы 63-ті бұл өмір ұстатпайтын түлкі емес пе. Тек сізге арналады Секе аға, ақ тілек айтылар ән қошемет деп, Секеңе бір қошемет етіп қойыңыздар. Мынау дүниелерім тыңдай жүресіздер. Мереке құтты болсын, туған күн құтты болсын. Біз ортаны әдемілеп тұрып билейтін сияқтымыз. Туған күн болса, онда туған күн. Кеттік қанеке. Бәке, ортаға, бәке. Лира жемеше, ортаға. Сенің бүгін туған күнің, қуанышың мереке. Арта берсін, ырыс дәулет береке. Жат қызығып қарай тоғым, достарыңда туған күніңмен, туған күніңмен
seni құттықтаймыз. Senin бүгін туған күнің, ақтарылды жүректер, сол жүрекке жарып шыққан қабыл болсын тілектер. Бүгін шаттық, бүгін дома, ұзағынан жүректер, жыл бойына бір келетін, осы күнге не жетер? Туған күніңмен, туған күніңмен, туған күніңмен біз сені құттықтаймыз. Туған күніңмен, туған күніңмен, туған күніңмен біз сені құттықтаймыз. Туған күніңмен, туған күніңмен, туған күніңмен біз сені құттықтаймыз. Туған күніңмен, туған күніңмен, туған күніңмен біз сені құттықтаймыз. Жасыңыз ұзақ қылсын Алла тағала. Әрмен қарай тағы бір билеп жіберек, одан асқа отырамыз. Хабарласып тұрайық қанеке. Ортаны көңілдірек, ортаға шығыңыздар. Хоу, 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 хоу. Ағайындар туған туыс, аманбысың армысың? Жора жолдас, құрбы құрдас, есенбісің бармысың? Хабарласып тұрайық, шүлікпен аздар арылсын. Көр алмайтын дұшпандардың іші мейлі жарылсын. Сәл көрмесек алаңдайық, қайдасың деп сұрайық. Кейде ғұмыр өте шығар, хабарласып тұрайық. Сәл көрмесек алаңдайық, қайдасың деп сұрайық. Кейде ғұмыр өте шығар, хабарласып, хабарласып, хабарласып тұрайық. Хабарласып тұрайық. Аға жеңге әпке жезден, ағашылар қайдасың? Құда жек жат жиендерім, бал жүздерің жайнасын. Хабарласып тұрайық, жұрт телефондар сайрасын. Көр алмайтын дұшпандардың іші мүлде қайнасын. Сәл көрмесек алаңдайық, қайдасың деп сұрайық. Кейде ғұмыр өте шығар, хабарласып тұрайық. Сәл көрмесек алаңдайық, қайдасың деп сұрайық. Кейде ғұмыр өте шығар, хабарласып, хабарласып, хабарласып тұрайық. Хабарласып тұрайық. Сәл көрдесек алаңдайық, қайдасың деп сұрайық. Келде ғұмыр өте шығар, хабарласып тұрайық. Сәл көрдесек алаңдайық, қайдасың деп сұрайық. Келде ғұмыр өте шығар,
хабарласып тұрайық, хабарласып тұрайық. Шап, шап, шап. Болсын ағай. Рахмет, Естай ағамызға Бәрекелді. ерекше сыйлығын тартып өтеміз. Хандар мен мырзалар, Сыйлық алған қандай жақсы. орнымызға отырайық. Қазір сахна төріне сіздердің құрметтеріңізге Серік әкеміздің өзі дайындаған керемет ыстық асымыз, үлкен асымыз етті тартып өтеміз. Қабыл алыңыздар, қарсы алыңыздар. Ет келе жатыр ағайындар. Алдымызға ас келді, асты бастап бас келді, басқа бата керек, батаға төрімізде отырған Мәукендей ата керек деп. Мәукен ақсақал, өзіңіздің алдыңызға тағы да келдім, әумин деп, үлкен асқа, үлкен батаны берсеңіз. Иләхи әумин ағайындар. Ярамалла, ағыдай ондасын, пайғамбар болдасын. Қарадан Қазыбектей вақты бол, Темірде Түркістанда тақты бол. Жаппаста Жиенбайдай түйелі бол, Қыпшақта Кененбайдай биелі бол. Керейде Жәнібектей ақшалы бол, бұғының мүйізінде шақшалы бол. Нәсілің Ивалыштың оласындай, Қожа Ахмет Ясаудай киелі бол. Ерғали Арыстандай балалы бол. Біртінде бесінамыз адағылған домалағанада енелі бол. Бәйдібектей баталы бол. Баһадүр Қабылмайда ел қорғаны бол. Атағың Абылайдан кем болмасын, жіберген Алатауға сансыз мол. Дүниеде төрт құбылаң түгел болсын, кәнеки амин деп жай қалуын. Айтарым сол. Болғанда тағам сізден, ақылас бізден, енді қанда сұрайсың бата бізден. Амин деп бердім бата, жасың келсін 150 амин Аллах. Әумин. Қазақта төрің түгел болсын дейді. Осы төрімізде әдіпі бәтуәлі бата беретін Мәукендей ақсақалымыз аман болсын ағайындар. Хандар мен мырзалар, ет тартылып біткенше ешкімнің мазасын алмаймыз. Әуізді ән, күйдің күнбірі тек қана сіздердің құрметтеріңізге. Ас дәмді болсын, той тағы да құтты болсын. Мазаламаймыз. Қазір мына оң жақ, сол жақтағы экрандарға назар аударсаңыздар, біздің отбасымыз жайлы сыр шертетін керемет деректі фильмге, бейнероликке куә боласыздар. Қабыл алыңыздар, ардақты ағайындар, біздің жанұя деген бейнероликті қабыл алыңыздар. Внимание на экран, кеттік. Қорғаштап, өмір дейтін сында бізді жүрдіңіз, еңкейтпестен тұлғаңызды. Әкетай, дейміз сізге 100 жасаңыз, ақ тілек, тағыңызда жырдан ізгі. Өмірде талай асу алынғаны, бақыттың оты бізге жағылғаны, бір сіздің еңбегіңіз екен, әке, бүгінде ойлап тұрсақ, соның бәрі. Біз үшін өткен талай жылдарыңыз, жатыр ғой сол өмірде тұлғалы із. Әкелік мектебіңізден тәлім алған, бұл күнде өзі де әке ұлдарыңыз. Өсті ұрпақ, соныңыздан жетілді із. Ата деп айдарлы ұл, кекілді қыз. Сонда да бұтақ жайған ұлғызыңа, әлі де қаталысты секілдісіз. Өмірде беріп бізге тағылымыз, үйреткен аз болды ма тәліміңіз. Жетсекте жетістікке алдыңызда, баладай боп тұрамыз бәрі бір біз.
өмірде үлгімізде бірсіз әке, перзентке таусылмайтын жырсыз әке, сол тұлға, сол мінезден аласармай, біздерге тәлім болып жүрсіз әке. Әлі де биік болсын жұлдызыңыз, арналған перзенттерден жыргүліміз, жүріңіз аман есен ортамызда, тілейді соны бүгін ұлғызыңыз. Осы әдемі тілекті әкізу үшін сахна төріне көп кішкентай бүлдіршіндеріміздің орындауында әуезді ән «Әже, ата» деген әнді қабыл алыңыздар, ардақты ағайындар. Қол соғыңыздар, тамсаныңыздар, қарсы алыңыздар. Мен атам ақыл адам, менің әжем адал жан, екеуіне жақын жаным әкем анамнан. Тыңдап әрбір өсиетін, мен ұқтым өмірдің, атам әжем қасиетті сәні төрімнің. Аман болыңдар, қоспай терегім. Сүйемін мен ата жемді, екеуінің ізімін. Атам маған бата берді, әжем берді жүзігін. Сүйемін мен ата жемді, екеуінің ізімін. Атам маған бата берді, әжем берді жүзігін. Менің атам тұлғалы жан, асыл әжем сенерім, артық көрер ұлдарынан немерелерін. Бақты ғой көрген адам, әжесі мен атасын, мен де бастым төрге қадам алып батасын. Аман болыңдар, қоспай терегім. Сүйемін мен ата жемді, екеуінің ізімін. Атам маған бата берді, әжем берді жүзігін. Сүйемін мен ата жемді, екеуінің ізімін. Атам маған бата берді, әжем берді жүзігін. Аман болыңдар, қоспай терегім. Сүйемін мен ата жемді, екеуінің ізімін. Атам маған бата берді, әжем берді жүзігін. Сүйемін мен ата жемді, екеуінің ізімін. Атам маған бата берді, әжем берді жүзігін. Атам маған бата берді, әжем берді жүзігін. Бәрекелді, аташы мен әжесіне әуезді әнін сыйлап жатқан ағайындар, болам деген баланың бетін қақпа белін бу дейді. Біздің балаларымызға, бүлдіршіндерімізге бір қол соғып қойсаңыздар. Ағайындар шаршап отырсыздар ма? Қолымызды жақсылап, қаттырақ соғып қойсақ балаларымызға. Ханымдар мен мырзалар, біз ойынымызды әрі қарата жалғастырамыз. Қазір экрандарға назар аударсаңыздар, біздің жалпы қазақтың көнерген салт дәстүрлері, көнерген сөздері сіздерге ұсынылатын болады. Сол дәстүрлерімізді кеңінен әдемілеп түсіндіріп берген адамдарға әдемі сыйлықтарымызды әрі қарай таратамыз ағайындар. Қазір енді біз сыйлық қана таратып қоймай, сіздерге бүгінгі той иелерінің атынан әдемі ақшаларымыз таратамыз. Ақша жинайсыздар ағайындар, тойдың соңында ең керемет сыйлықтарға барлығымыз аукцион арқылы, сол ақшалар арқылы таласатын боламыз. Ақшаларымызды алып келіңіз.
бүкіл подаркілерімізді алып келіңіздер. Ал экранға назар аударайық. Бірінші дәстүр бәсіре дегеніміз қандай дәстүр екен ағайындар? Бәсіре деген нені білдіреді? Ал әпкеміз қолын көтерді. Айтыңыз апа. Қызды ұзатқанда артынан бәсіре беріп жататын баяғыда. Біз бала кезімізде қыздың артынан бәсіресіп, сиыр ма, жылқы ма? Сәл жақындады, бірақ толық жауап емес. Бәсіре дегеніміз. Аха, мына жерде ағаларымыз өздері қолын көтеріп жатыр. Бәсіре дегеніміз не екен аға? Бәсіре деген мен естуім бойынша жаңағы жиеніне берген малды айтады ау деймін. Дұрыс айтады ағайындар. Жиеннің дүниеге келіп, сол балаға не құлынды, не ботаны атаған кезде сол баланың бәсіресі деп атайды екен. Қол соқ қойыңыздар аға. Бірінші сыйлық өзіңіздікі. Ақша қайда? Аха, аға, сізге $200 және де осы бір скарлет өтегін тартып өтеміз. Келесі, мұқият болыңыздар ағайындар, ерулік дегеніміз не екен? Апайымыз ең бірінші қолын көтерген апайымыз бар. Апай, ерулік дегеніміз? Ерулік деген жаңадан үйіңіздің жанына көрші көшіп келсе, сол кісіге ерулік беріледі. Дұрыс айтады ағайындар, жаңадан ауылға бір кісілер көшіп келген кезде сол жерге тезірек сіңісіп, біте қайнасып кету үшін ерулік береді екен. Апа, мына сыйлықты, сосын $100 өзіңізге тартып өтеміз. Қол соқ қойыңыздар ардақты ағайындар. Келесі дәстүр қымыз мұрындық дегеніміз не екен? Қымыз мұрындық. Баяғыда осы сұрақты қойған кезде мұрын мен қымыз ішу деп айтады ағайындар. Ондайдан Құдай сақтасын, мына жерде білетін ағаларымыз бар. Қымыз мұрындық дегеніміз көке қандай дәстүр? Қымыз мұрындық деген алғашқы жаңа биені сауғанда елді шақырып беретін, соны қымыз мұрындық дейді. Дұрыс айтады ағайындар. Алғашқы рет биені байлап, сау сол жерге жиналып, қымыз мұрындық тойлаған екен. Ағамызға сыйлық бағанағы $200 бердің ғой, $200. Аға, осы жерде тұрып айта берем қойдым ағайындар, сізге вообще соперник табылмай отыр ғой. Келесі, ұрын бару дегеніміз қандай дәстүр? Ұрын бару. Анау жақта. Аха. Ағамыз қолын көтеріп жатыр. Талай рет ұрын барған сияқты ағамыз. Айтыңыз аға, ұрын бару дегеніміз қандай дәстүр? Күйеу жігіттің қалыңдығына ел жұртқа көрінбей барған ұрын бару деп атайды. Дұрыс айтады. Айттырып қойған, атастырып қойған қыз бен жігітке күйеу баланың қайын жұрттан бұрын баруын ұрын бару деп атайды екен. Аға, мынаны және де $100 бер. Ағамызға $100 беріп қойыңыздар. Келесі дәстүр ағайындар, барлықтарыңыз білулеріңіз керек. Байғазы дегеніміз не екен? Байғазы, тәте, көрімдік пен байғазының үлкен айырмашылығы бар. Соны бөліп айтып берген адамға біз сыйлығымызды береміз. Баяғыда мамам базардан әжеме көйлек әкелді, жүгіріп баратым көршіге, маған байғазы беріңіз деп. Соны базардан көйлек алсаң байғазы деп аты ма? Көйлек сол жаңа көрімдік ретінде қойылды, байғазы деп, сол байғазы сұрап баратым жаңа зат алған кезде. Сәл жақындадыңыз апа. Апайға сыйлық бере сал, ренжіп қалмасын. Апай, мынаны сізге береміз. Бірақ толық ответін айтыңыздар. Көрімдік пен байғазының айырмашылығы қандай ағайындар? Аха, мына жерде апайымыз. Аха. Тәте, айтыңыз. Байғазы бірінші алған затына жүгіріп кеп, мінекей мынандай зат алдым, соған байғазы бер дейді. Көрімдік деп, келін түскенде, келінді көру келгендер көрімдік береді. Әлі де толық ответ емес. Қабылдай салайын ба? Қабылдай салайын ағайындар. Байғазы жас балаға беріледі екен. Жас бала киім алған кезде, немесе бір дүние алған кезде сол құтты болсын деп, балаға байғазы береді екен, ал адамға, үлкен кісіге міндетті түрде көрімдік береді екен. Апай, сізге сыйлығымызды беріп қояйық. Қошемет соқ қойыңыздар, хандар мен мырзалар. Келесі тоқымғағар дегеніміз қандай дәстүр? Тоқымғағар. Анау жақта ағаларымыз, апайларымыз ең бірінші көтерді қолын. Аха, апай, микрофон өзіңізде. Тоқымғағар дегеніміз
тоқым қағар дегенде егер мен абысының аяғы ауыр аман есен босансын деп тоқым қағар береді. Мен ойбу тәте, ол басқа ғой. Тоқым қағар деген біреу бір жаққа кеткенде соның артынан білетін тамақ қой, жаңа ырымдап аман есен кезінде. Ой аға, бүкіл сыйлықтың бәрін сіз алатын болдыңыз ғой. Негізінде алғашқы рет бала бой жетіп, не ер жетіп, сапарға шыққан кезде оның ата-анасы сапардан аман есен оралсын деп тоқымын қағады екен. Дұрыс қой ағайындар. Қол соқ қойыңыздар. Аға, сізге бүкіл подарканы алып алдыңыз ғой. $100, $200. Ал ең соңғы дәстүрімізге кім жауап береді? Соған $300 береміз ағайындар. Немеурін дегеніміз не екен? Немеурін. Немеурін. Мына жерде Google-ны ашып отқан адамдар бар. Немеурін. Апаларымыз қолын көтеріп жатыр. Апамды қинап көтеріп жатыр ғой қолын. Құдай-ау. Апа, немеурін дегеніміз сіздердің жағдайларыңызда қандай дәстүр? Заманымызда немеурін дегенді бір бала бөлек шықса, соған немеурін береді. Жастарға. Бөлек шыққанда немеурін береді. Дұрыс ағайындар. Шаңырақ иесінен бөлек үйдің үлкені отау құрып бөлек шыққанда, соның әрі қарата дамып, үйлі болып кету үшін немеурін берген екен. Міне, көненің көзінде, иненің бізіндей болған апаларымызға қол соқ қойыңыздар, апа. Подарка жоқ па? Апа, сізге $300. Қазір подаркыңыз жетеді. Рахмет. Хандар мен мырзалар, енді сахна төріне қасиетті жұрт, аналарымыздың ақыстын арқалаған нағашы жұртын ортаға шақырайын. Нағашыларымыз Тұрсынбек ағамызды, Сәния жеңгемізді, Дәулет аға, Нұрлан жеңге, Ғазиз әпкемізді, Женя, Алма, Мұрат, Ләзәт, Ләмхат жұбайымен дейді, Балтабек ағамызбен Мира тәтемізді. Жаңа біріншілікке шақыр қойыппыз, нағашылармен бірге шығыңыздар. Бақтияр ағамызды жұбайымен, Дина тәтемізді, Альбина тәтемізді, және де Жұмагүл құдағимызбен Қаламқас әпкемізді де осы нағашылармен бірге көрейін деп отырмыз. Құрмет қошебеттеріңізді, ықылас ниеттеріңізді аямаңыздар. Нағашылар жай келмеңіздер. Билеп, көңіл күймен шығыңыздар ортаға. Кеттік. Ай! Üzülgen almadayın, yüzümden aynalayın. Gezilgen el jüregen, sezimden aynalayın. Aynalayın, aynalayın, aynalayın gözümden. Gözümden de, gözümden de, ay ay aynalayın. Gözümden de, gözümden de, Молодцы. Міне, нағаш деген осындай болады ғой. Ассалаумағалейкум нағашылар. Қош келдіңіздер. Тойларыңыз құтты болсын. Жезделеріңіздің туған күні құтты болсын деп айтайын. Енді, апа, сіздің қиқулағаныңыз деген прям бар ғой. Кинодағыдай қиқулап жатсыз ғой. Ал, қош келдіңіздер. Қадамдарыңызға гүл өтсін. Ағайындар, аналарымыздың ақысын арқалаған нағашылар ортаға келіп жатыр. Тілекті жерге тастамай тыңдаңыздар. Серік аға, сіз мына жерге келіп отырыңыз. Сізге орындық дайындап қояйық. Қайда? Ерасыл? Мына жаққа бір орындық әкеп қой. Серік әкеміз отырсын. Нағашылар, қош келдіңіздер. Еттің бәрі қаз емес, иттің бәрі таз емес, оны барлығымыз білеміз. Сөздің де шымыр шыға беру екі талай. Араларыңыздан тілге жүйрік, сөзге жүрдік, 5 жігіт сөйлесін, қалғанымыз қосылып қайтсақ. Рұқсат па? Рұқсат. Аға, үлкен өзіңіз ғой. Келіңіз аға. Келіңіз. Аға. Көгі. Дәстүрдің бәрін білетін аға. Келіңіз. Сіз сөйлемегенде кім сөйлейді? Аға, келіңіз. Жігіттерден аға, сіз ғана қалып тұрсыз ғой. Келіңіз ортаға. Келіңіз аға, келіңіз. Ал нағашылар, микрофон өздеріңізде. Тыңдамаса сөз жетім дейді ағайындар. Сөзді жетім қалдырмайық. Құрметті фотограф. Тілек айтып алайық, содан түсіреміз. Ал Жездуха, бүгінгі туған күнің құтты болсын. Сонымен бірге мына пенсияға шығып жатсың, пенсияң да құтты болсын.
Енді 16 жасында менің әпкемді алып қашып кетіп едім. Сонымен бері 40 жыл өтіп кетіпті. Соның арқасында міне бала шағалы болып жатсың. Енді 50 жылдық тойларында болайық. Күйеу бола дұшпанмын дейді. Рахмет Асаба, рахмет Секе, Ботагөз, бүгін мені тойларыңызға шақырғандарыңызға. Біз нағашыларына жатпаймыз, біз осы отбасының достарымыз. Сондықтан маған жаңа сыйлап беріп тұрғаныңызға сөзді. Рахмет. Не айтайын деп едім? Мына жаңа Асаба бауырымыз айтты ғой. Секең Ботагөзді алып қашқанына 40 жыл болыпты деп. Сол Секең Ботагөзді алып қашқан жылы мен 12 декабрьға көшіп келіппін. 40 жыл болыпты. Сол жерде мен жұмыс істедім сол ауылда. Ботагөздің папасымен жаңағы бірге жұмыс істедік. Кімнің Секеңнің Бүркіт деген ағасын көрдік. Сол 40 жыл болыпты мына бізде декабрьде. Сонымен мына жерде қарап отырмын, Нұрғисаевтардың бәрін түрлері таныс, аттарын ұмытып қалыппын. Нұртазаевтардың, иә. Ана жаңа біреу қалжыңдап жатыр. Мына жерде көбісі Сарыйсын дейді. Бірақ бүгін жаңа той, Жалайырдың тойы ғой, иә? Дұрыс. Мына біздің ауылда әлгі Сары бәйбішеге ескерткіш қойды ғой. Сонда жаңа Сарыйсындер жиналып, маған делегация келіп айтады, бәке, мына жерде осы төбе бізге ұнап тұр, осы жеріңді берсеңші. Мен айтамын, мен қазақтың жерін қазақтан аяймыз ба? Апамыздың ескерткішін орнатты. Содан кейін бір күні маған айтады, ей, сен бізге жиенсің дейді. Менің өзім елім Керей деген ел. Қайдан жиен болам десем, Жәнібек Керейдің шешесі Сарыйсынның қызы болды деп жықты ғой мен. Сонымен мына балаларыңыз ұйымдастырып жатқан той құтты болсын. Керемет. Бүгін мен танымай қалдым. Секең жаңа қасында бір келіншек келе жатыр. Былай қарайым, былай қарайым, сөйтсем жаңағы Өксікбайдың қызы келе жатыр. Той құтты болсын. Мына бүгін тойға жиналған көптен бері көрмеген кісілер, бәрің жаңағы өзіміз, бәріңіз жылысыз. Аттарыңызды ұмытпасақ та, түрлеріңіз бәрі өзімізге өте жақын. Сонымен өзіміздің ауылда отырғандай отырмыз. Той өте керемет, жақсы өтіп жатыр. Әсіресе есімізге түскені бүгін кімнен, Рүстемнен сұрайым. Ақсарай дейді. Тугисті қараңыз дейді. Тугисті қарасам, Ақсарай жоқ. О жақта басқа сарай. Сонымен іздеп, осы жерде білем әйтеуір осы жерде бір не бар екен. Содан кейін осыдан 50 жыл бұрын біз кешке жақын вечерге барғанда мектепте тығылып барушы едік. Бұл огородпен, анауымен. Тура сондай болып бүгін тығылып келдік осы жерге. Біраз нәрсені жаңа Карина еске түсірді бүгін. Ал тойларыңыз құтты болсын. Бүкіл айтылған тілектің бәрі қабыл болсын. Аман есен болыңыздар. Секе, осыдан тоқтамаңыз енді. Бағана айтқан тілектер бойынша сол 100-ден асу керек. Тілектеспіз. Рахмет. Ал Серік Жездем. Бұл Серік Жездем болғанмен, бірақ маған әкедей бұл. Бұл Серіктің қасында көп жүрдім өзім. Көп нәрсеге үйретті. Рахмет. Ал Серік, жасың ұзақ болсын. Мына жасап атқан туған күнің құтты болсын. Шаңырағың биік болсын. Мынау Ботапкем екеуің қол ұстасып қартайыңыздар. Тағы да көп тілектер бар еді, бәрін өзім кішкене етіп тұрдым да. В общем, сендердің әулеттерінде тек қана осындай жақсылық пен той көп болсын. Ал енді, ассалаумағалейкум көпшілік. Мынау енді тойымыз құтты болсын. Секе, мынау енді пайғамбар жасына келіп жатырсың. Мынау пайғамбар жасың құтты болсын. Денің сау болсын. Өзің қартайсаң да жүрегің қартаймасын дейді ғой. Мына бот екеуің енді ақ сақал сартысы болып, енді бір 40 жыл өмір сүріп, 80 жылдықтарың болсын. Аман болайық. Сен енді Секе үлкен тауға шыққан азаматсың ғой. Енді артынан еріп келе жатқан бала шағаң, немерелерің сол сен көтерілген белеске көтерілсін. Сол жаңағы немерелеріңе осы біздің бота сияқты
жар табылсын, қыздарыңа өзің сияқты күйеу табылсын, дені сау болсын, отбасың аман болсын. Әр уақыт өстіп ботекең жап-жас болып жүре беріңдер. Аман болайық, достарың көп болсын, қайғыларың жоқ болсын. Алла тағала сендерге қуат берсін, береке берсін, балаларың аман болсын, дендерің сау болсын. Ал енді Серік. Кешіріңіз. Мынау енді пайғамбар жасына келдің ғой енді. Жаңағы қазақ айтады ғой, астыңа тай, үстіңе шапан деп, үстіңе мынау мерекеміздің біздің семьяның атынан бір шапан. Сәрүйшінен атына десеңші. Осындай кезде музыка қосылса. Ой, рахмет. Аюдың ұясы апан, қазақтың ұясы шапан деп ағайындар. Қараңыздар, жап-жас жігіт еді, енді ақсақал болып шыға келді. Қол соқ қойыңыздар Серік ағамызға, нағашыларымызға, Сарыүйсіндерге, жалайырларға алғыс айтып қояйық ағайындар. Ал жалғастырайық аға. Ал Серік жезде Ботагөз әпке тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойға ұласын. Серік жездеміз енді біз енді кішкентай кезімізде ең үлкен жездеміз ғой. Сол бақытты болыңыздар, бұл қыздарыңыздың қызықтарын көріңіздер. Тойларыңыз тойға ұласын, бақытты болыңыздар. Тағы да енді Алла тағаланың берген өмір сүріңіздер. Сол аман болайық, бәріміз жақсылықта кездесейік. Сол арамызда жақсылық қана болсын. Мұрат сөйлесін. Ал енді құрметті ағайындар, біріншіден мұна менің әкем туып өскен жерінен Қарамандар кеп отыр екен. Сәлем. Сәлем берем Қарамандарға. Әмірбек бауырым қайда? Болды. Ал енді не айтамыз? Серік күтісі басын. Серік Бота, мұна қосылған күндерің құтты болсын. Мен Серікпен баржа болғалы 36 жыл болды. Үлкен аталарымыз болған, бірінші Өксікбай аға, Бота Өксікбай ағаның қызы. Мен түрікпен атаның күйеу боласымын. Сабыр деген болған, ол кісілердің бәрі қайтыс болып кетті. Ол кісілерді атап өтуге болады. Кәлен деген атамыз болған, содан тараған, жаңа Өксікбай аға, түрікпен аға, Сабыр аға. Күлайхан деген қыз болған, ол кісі Жаңарнада тұратын, ол кісі қайтыс болып кетті тоже. Мен айтатын атамыз, Өксікбай атамыз, Совет өкіметі ең бірінші Волга мінген. Апталапқа айдаған. Ол кезде біз 9-10 жастамыз енді. 36 жыл болды. Серік Бажа, Бота, сендердің қыздарына рахмет. Той жасап, етіп атқан ұлына Рүстем. Көп-көп рахмет сендерге. Біз шақырып осындай басымызды қосып, тек қана екеуіңе жақсылық тілеймін, мөлдір махаббат тілеймін. Тек қана жақсылық болсын айналайын. Бәрлеріңізге аманшылық болайық, жақсылық болсын, отбасыларыңыз аман болсын, тойда ғана кездесейік. Мына бәледен ертерек құтылайық. Бәрі жақсылық болсын, екеуіңе бақыт тілеймін, аман болыңдар. Бәрлеріңе рахмет. Ал енді ассалаумағалейкум, құрметті осында отырған ағаларымыз, ақжаулықты аналарымыз. Бүгінгі Серік Бажамның осы мерейтойы құтты болсын. Құрметті Секе, мына Бота Қайынбике, тойларыңыз құтты болсын. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Алла тағала ұзақ ғұмыр берсін. Жастан жасқа жете беріңіздер. Осы ағайын туыстарыңыз осы тек осындай тойда жасылықта келіп, сіздердің қуаныштарыңызды бөлісуді Алла нәсіп етсін. Сол енді мына осында қазақ ата-бабамыз бекер айтпаған екен. Қызы бар әке бақытты деп. Расымен де қарап тұрып, қазір енді біз бақытты екеміз расымен. Қызымыз бар енді. Секе мына осы Алла тағала берген міне балаларың, осы қыздарың, осы міне әке деген осы әкенің алдындағы борышын ақтап жатыр енді. Алла міне, Аллаға шүкір, осыған енді ризамыз міне. Сондай керемет. Осындай енді осы тойды көтеріп, әкеміздің осы жақсылығы деп, осы қанша айдан бері осы жүгіріп жүрген осы қыздар, осы Карина күнім, Әсемгүл, мына Береке, мына Рүстем күндерім, осы
Алла тағала сендерге ұзақ ғұмыр берсін, бақытты болыңдар. Осы тойды көтеріп, ең көп осы жүгіріп жүрген Карина, келе қойшкін, бір минут келе қой. Осы тойды, осы көтеріп жатқан міне, осы қыздарыңыз міне. Әкеш қолыңды, кеш міне. Міне, бір қол шапалақтап қойыңыздаршы міне. Алла тағала осы менің қыздарыма да осы әкпелердің жолын берсін. Осыған бізде жетейік осы. Карина сияқты Алла осындай балаларды беріп, осы ұлдарды, қыздарды беріп жатыр міне. Күндер бақытты болыңдар. Өмір жастарың ұзақ болсын. Бала-шағаларың қызығын көріңдер. Ал енді Секе, бота тете, немерелеріңізді қызығын көріңіздер. Осындай туған туыстарыңыз көп болсын. Әрқашан осы тойға жақсылыққа жиналсын. Барлықтарыңызға Алланың нұры жаусын. Той құтты болсын, Секе. Рахмет. Тілектеріңіз қабыл болсын. Кішкене жиналып тұрыңыздар, құрметті нағашылар. Серік аға, мұқият тыңдаған болсаңыз, тілек айтқан 5 адам 2-2-ден бақытты 10 рет тіледі ғой. Бақытты болсын деп айтамыз, бірақ бақыт деген не өзі? Біреу бай болсаң бақытты боласың дейді. Кез келген қалаған нәрсеңді сатып ала бересің, олигарх болсаң бақытты боласың дейді. Бірақ бақыт байлықта емес. Біреу бастық болсаң, бір кожаный креслоға отырсаң, әркімге нұқып приказ берсең бақытты боласың дейді. Жоқ, басшылық та бақыт емес. Қадыр Мырзалиев айтқан екен, бақыт деген біз ойлағандай үлкен нәрсе емес, кез келген өмірдің сәтінен бақыт іздеп тауып алуға болады. Мысалы, таңертең ояндың ба, аман есенсің ба, бақыттысың. Бесен Құранбек марқұм ағамыз айтты ғой, таңертең ауырмай тұрғанның өзі қандай бақыт дейді. 12 мүшең сау болса, қарабасың қаммен дейді. Көшеде келе жатсың, біреу саған ұялы телефонға хабарласты. Бұл жалған фәниде бір адамға керексің. Бақыттысың ғой, бақыттысың. Құрметті нағашылар, бүгін жезделеріңіздің, бажаларыңыздың тойына басымыз аман, бауырымыз бүтін жиналып жатырмыз. Бақыттымыз ба? Жода, мына бажадан басқа ешкім көріп тұрған жоқ, бақытты. Нағашылар, бақыттымыз ба? Бақыттымыз. Алла тағала дәл осындай сарқылмайтын уақыт берсін, сол бақытты пайдаланатын, таусылмайтын бақыт берсін деп тілейміз. Енді билеп қайтамыз ба, әлде билеп қайтамыз ба? Кім аты? Танымайсыз ғой, тәте. Келе беріңіз, құдағи, келіңіз. Бүгін бәрі кешіріледі. Мен құдағимын, құдағи, тойларыңыз құтты болсын. Әрине бақыттымыз бәріміз. Бүгін бақыт Алланың нұры жауып тұрып көрмейсіздер ме? Әдейлеп Алла тағала бүгін нұр жауғызып тұрып, аппақ қарды әкеп. Бүгінгі туған күн, пенсияға шу 63 жас, бота құдағи, 40 жыл. Қазақта жақсы сөз бар ғой, бір жастықта қартайыңыздар. Міне жақсы сөз жарым ырыс дейді. Мына өсірген ұл қыздарыңыз үлкен той жасап беріп жатыр. Мына жерде ешкім бөтен емес, құда жекжат, туған туыс, барлықтарыңыз осы қуанышқа бөлісіп отырсыздар. Барлықтарыңызда той болсын. Бота құдағи атына заты сай, көрмейсіздер ме? Бота десе көзі қандай мөлдіреп. Серік құда керемет, осындай бота құдағиды алғаныңыз, ұл қыздарыңызға рахмет айтамыз Алланың алдында. Бір адамның баласы осындай ақ болсын. Каринаға көп рахмет, осы тойды ұйымдастырып отырған. Рүстемге рахмет, өсіп өне берсін. Шіркін-ай, сол бота құдағи мен Серік құданың баласындай, қызындай болсын. Барлықтарыңызға сондай бақыт тілеймін. Бақыт дейсіздер ғой, бақыт. Өсірген бала шағаларыңыз осындай үлкен той жасап, жақсылық, көпшілікті қосып отырған. Барлықтарыңызға жұғысты болсын, тойға ұлассын. Бұл үйде әрқашанда той болсын, жақсы күндерде кездесейік. Сіз біздіктеріміз арта берсін. Ой, тәте, қосылмайсыз. Рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Енді жайға айтпаңыздар, әдемілеп билеп қайтыңыздар. Нағашылардың сұрауы бойынша біздің Серік ағамыздың қайын жұрты деген әнді тартып өтеміз. Қабыл алыңыздар, нағашылар! Бақты бірге боласында, уақытша біреу қанасында. Білмеймін, өзіңді кім деймін, дертіме жаның дауасың ба?
сәл өтірік би болып жатыр. Өтірік би болып жатыр. Қазір бірнеше сәттен кейін шынайы биді бастаймыз. Қазір нағашылардың атынан ән шырқайтын Бүркіт балаларыңызды ортаға шақырайын. Қабыл алыңыздар, қарсы алыңыздар ағайындар, қол соғыңыздар. Сахнада Бүркіт. Жүректен жазбасаң жүрекке жетпейді, жүректен жазғаның жүректен кетпейді. Өмірге келесің, бәріңде көресің, құлайсың, жылайсың, бірақ та көнесің. Өрт болып жанасың, лаулайсың, сөнесің, маңдайға жазғаның өзіңде көрерсің. Біреуден аласың, біреуге бересің, адасып шындықтан жалғанға сенесің. Ақ пенен қараны өзінше бөлесің, тым қысқа бұл өмір, келесің, кетесің. Көп білсең ақыл айт, түсінер адамға, сөзіңді қор қылма, түсінбес наданға. Жақсымен жолдас бол, жетелер асқарға, жаманға жуысан етеді масқара. Кектіден қызды алсан, ошағын сөнбейді, жиынның ішінде сөзіңді бөлмейді. Тексізден қыз алсан, басына өрлейді, санасыз, сабырсыз айтқанға көнбейді. Әйелді есіктен, баланы бесіктен, тәрбие қылмасан боласын кешіккен. Тым қатал болмағын жуасты қолда жау, иеліп еңбек ет басыңна қонбастал. Үлкенді қадірле, жыртылмас жаған ол, кішіге қамқор бол, желінбес таған ол. Не қылық көрсетсен әкең мен анана, дәл соны қайталар өзінің баланда. Жаманат келтірме аяулы анана, 9 ай көтеріп әкелген жалғанға. Қаттырақ тіл қатпа әкеге анаға, жүрегін ауыртпа қашанда бағала. Жамандық дейғаның, есіңді жиғаның, иншалла берік бол, күшейсін иманың. Араша бола біл тілін мен қолына, кедергі қойса да дұшпанын жолына. Көр алмай ісінің біткенін онынан, ібіліс азғырып түседі сонынан. Алланың құлдары Мұхаммед үмбетін, бұзалмас ібіліс имандық түзетін. Алланы зікір ет, Аллаға шүкір ет, азғынның өзі де байланы бір көрет. Сынақтан сүрінбе, түнілме, бүгілме, сан өткей тұрса да алдыңда күніге. Байлықтың сонынан қуалап жетпейсін, маңдайға жазғанан құтылып кетпейсін. Парқына жеткейсін азғана уақытын, ұғалсан сол сенің байлығын жақытын. Кембағал жандарға қол ұшын бергейсін, жақсылық жасасан биікке өрлейсін. Айтамын еліме мен емес досылар, әзірге айтатын ақылым осылар. Ағайындар әуезді әні мен өсиетінде, әнінде, нақылында жеткізген Бүркіт балаларыңызға бір қол соғып қойсаңыздар.
Қандай мырзалар, сахнада қазір сіздердің бағанағы билеріңізді бимен жалғайтын біздің Жорға би тобын Испан биімен сахна төріне шақырамыз. Қарсы алыңыздар, Испан бия, Жорға тобы. Ағайындар, әр түске еніп жүретін әртіс деген ел болады. Ол елге сіздердің жабатын шапанаттарыңыздан қарағанда соғатын шапалақтарыңыз жылырақ, маңыздырақ. Сондықтан өз өнерін ортаға салып жатқан биші әншілерге қол соғып отырғанда ағайындар ұмытпаңыздар. Сахна төріне біз антрактың алдындағы әдемі тілекке кезек берсек, Қадыр Мырзалиев айтқан екен, досыңның бай болуы міндетті емес, достық байлық емес пе дейді. Біздің Серік әкеміз бен Бота тәтеміздің барша қаптаған қара ормандай болған байлықтарын, достарын, көршілерін ортаға шақырайын. Садық ағамызды, Айсұлу тәтемізді, Сауқымбек аға Қарлығаш тәте, Ілияс ағамызды жұбайымен, Света тәтемізді жолдасымен, Сәния тәте Күлімхан тәтемізді, Бейбіт аға Клара, Нұрболат Күнсұлу, Әмірбек Күлімхан, Мәди Ұлболсын, Өмірбай Бек, Ләззат Ыбырай Сәрсенгүл, Азат ағамызда, және де көршілеріміз Садық аға, Айжан тәле тәте Дәулетқали ағамызда, Қаламқас тәтемізді, Шарапат тәтемізбен, Александр мен Еленаны да ортаға шақырамыз. Құрмет, қошемет, ықылас ниет армандастарға, құрбы құрдастарға, дос жарандарға қарсалай. Достар! Армандастар, құрдастар, көңіл күймен, бимен, бір ауылдың күлде ұшқан жастар едік, бәріміз бір өмір жолын бастан едік, бәрімізде жазылмаған дастан едік, армандастар, құрдастар, бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастан едік, армандастар
Замандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Серік ағаны ортаға алып билемедік па достар? Құрдастарыңызды ортаға алайық. Кеттік. Арман қуған, қиял қуған кезің қайда, құрбы қыздар мөлдіреген көзің қайда, сол алғашқы алаулаған сезім қайда. Армандастар, құрдастар, бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік. Бәріміз бір өмір жолын. Ой, достар, көңіл күйіміз жоқ қой, бірге шырқайықшы. Бір дәуірдің мөлдіреген, бәріміз бір өмір жолын. Армандастар, абзал достар, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Замандастар, қарлығаштар тойда екен. Тойдың төбелі төріне шыққан достар, ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Енді жинала қалайық, бүкіл халық көрсін. Келіңіздер, келіңіздер. Аға, ортаға келіңіздер, жинала қалыңыздар. Достардың арасынан Серік аға, қазақта әдемі сөз бар, сырын білетін әкеңе Құранды өзің бақышта дейді. Мынау сырын білетін достарыңыз ғой, араларыңыздан жақсы сөз бастайтын 4 адамды атап өтсеңіз. Кім бар? Өздері біледі. Келіңіздер, достар. Достардың мына стол сәл шулап кеткен жоқпыз ба? Сәл сабыр етейік. Сіздерге назар аударып жатырмыз. Сіз ана жақта отыр едіңіз ғой, барсаңыз. Гастрольге шығып кетіпсіз ғой. Достар, кеттік. 4 адам шықсын. Аға, достардың атаманы сіз дейді ғой. Келіңіз. Келіңіз. Қараман. Тағы. Аға. 4 адам сөйлесін, қағанымыз билеп қайдамыз. Кеттік. Екемізден артық берде жоқ қой енді үлкендері. Мені вообще жөнім бөлек. Мен Серікке нағасы болам. Бірақ ана сөздің бірінші несін, Өмірбайдың жасы үлкен кішкене. Сол Өмірбайға берейін. Ана жеңгеміз келсін. Жеңге себер келсін. Шарапат. Көрші. Ал, құрметті айналайын Серік Бота, мына енді біріншіден мына туған күн пенсияға шыққан күнің құтты болсын, бақытты бол, Бота екеуің. Шаңырақтарың ашық болсын, дастархандарың мол болсын, бала-шағаң аман болсын, немерелерің өсе берсін, өе берсін. Мына қыздары балашағыңа рахмет той жасап бергенге. Бақытты болыңдар, әрқашанда дастархандан тойға жайылсын. Бақытты болыңдар екеуің. Сосын басқа. Жеңеше, давай. Жасыңыз үлкен, жаған жеңгесін. Пропискасын өзі берген. Серік Бота, мына туған күндерің құтты болсын. Серік, денің сау болсын, өмірің ұзақ болсын. Курортқа барамыз деген кезде бұлтақтамай, ілесіп жүріп кете бер. Бұл тартпақшып қаша береді, бармайым деп. Мына қыздарыңа, ұлдарыңа, келіндеріңе көп рахмет, мында үлкен той жасап, сендерді қуантып отырған. Екеуің бірде ақсамайлы ақшашты ата мен әже бол, немерелерің алдында ойнап күліп жүре беріңдер. Немерелерің емес, сендер ойнап күліп жүріңдер. Ал Секе, мына туған күнің құтты болсын, тойың той қаласын, өсіп келатқан немерелерің қызығын көр. Балаларың мен қыздарыңа рахмет. Әрқашан жақсылық көп болсын. Тойда, жақсылықта тойда келсей. Ал Секе Дүрік, мына бүгінгі пайғамбар жасың құтты болсын. Бота екеуің ұзақ өмір сүріңдер. Мына артыңнан ілесіп келатқан бала-шағамызға рахмет. Бүкіл мына халықты басын қосып, мына үлкен кең сарайға той жасап атқан жандарың әрқашанда жақсылықты, мына бала-шағаның қызығын көріп, немере шөберенің тойында аман есен бәріміз осылай тойлап жүруге Құдай нәсіп етсін. Аға, өзіңіз достардың тілегін түйіндеп беріңіз. Мен енді түйіндеп жіберейін енді.
Мына енді бүгін мына Серіккен Ботаның өте бақытты күні. Мына қосылғандарда 40 жыл болды. Осы біздің ауылға түсіп, Бота келініміз. Мына келін болды. Қазір мінекей өзендей, океандай тамырлары жайылып, Серік екеуінің достары арыстың ар жағында, ненің бер жағында дегендей, мінекей бір дастарханға, бір шаңыраққа бәріміз жинап отыр. Құдай бұйыртып, әрқашанда мына үш қызымыз өз өлеңін айтып, өз әнін шырқап, басымызды қосып отыр. Енді не деймін енді Серік пен Ботаға? Құдай бұйыртып, баяғыда бұл келін болып түскенде, бәленше біздің бір неміз болған. Сода мен айттым бауырыма, неменеге ойында болсын? Қарама деген атымыз бар. Не ол екізі ғой деген. Ертең барамда өзім ағын жөндеймін дедім. Ойбай өлдім ғой, неттім ғой. Өлме, мен тұрымын ғой әкелген суын. 200 ғой деген не ол? Сөйтсек 280 ғой бопты. Ол ничего. 2 күннен кейін жоқ қыламыз. 5 күннен кейін жоқ қылдым ғой өзім. Директор бүйтіп айт, анау бүйтіп айт дейді. Мына Бота келім сондай бізге не әкеп, мына бақыт ненің бәрін, ырыстың бәрін төгіп бізге әкелді. Сәрісінің қызы бұл. Енді бүйтіп айтайық. Бүгін енді екеуің тоқтамай, мына үш қатын бәле болды маған Бота. Ал не дейміз енді? Әрқашанда Серігінен Бота, қанандай биік самғаңдар, құрбылардан қалмаңдар, елдің алды болыңдар. Әрқашанда қызыр сендерді қолдасын, бағдаулет бастарындар жүрсін, жолдастарың жандарындар жүрсін, ырыс береке кетпесін. Соғысын аумейін деп, осы тойды арғарай жүргізе берейік. Ал, Азат, мен тағы бір сөз айттым. Мына Азат деген менің інім бар. Мына Серік екеуі жолдас. Екеуі бір үйде өскен олар. Азат бер шықшы. Мына басқа адамға қарағанда, мына екеуімен талай ұрған бұларды. Екеуін. Бетінде бұныке. Мына Азат екеуі, мына бірге өсіп, бірге жүрген екеуі. Мына екеуінің ана жылы да бір, не де бір. Енді Азат сөйлесін. Ал енді Секе, Бота, туған күн құтты болсын, денсаулық болсын. Самый главный денсаулық қой, оған не табылар. Мына Бота екеуің 40 жыл өмір сүрсіңдер, одан да тағы да бір 40-50 жыл өмір сүрсіңдер. Мына балаларға рахмет, осындай той жасап жатқанына. Немерелердің қызығын көріп, шапқылап жүре бір досым. Екеуміз енді действительно мынандайдан өскенбіз. Рахмет. Енді қыздардың атынан мамамыз өзі шығарып алып келіп жатыр. Тәте, өзіңіз қыздардың атынан бір дұғай әдемі сәлеміңізді айтып жіберсеңіз. Дәл бүгін біздің Бота екеуміздің 1981 жылы 1 апрельде дос болғанымызға 40 жыл толып отыр. Дос деген сөз 3 әріптен тұрады. Ана деген сөз 3 әріптен тұрады. Сол 3 әріпті бізге ешкім үйреткен жоқ. Осы Жалайырдың жігіттерінің адалдығының, ер мінезділіктерінің арқасында, осы кісілердің тәрбиелі семьясының, аналарының арқасында біз ана атанып, дос атанып келіптік. 40 жыл өтіп кетіпті бауырым, тамада жігіт. Енді 40 жылда біз 7 қап тұз, 7 қап қант жеген адамдармыз. Қызығы да болды, қиындығы да болды. Бір досың болады дейді, мұрныңнан қан шыққанша. Бір досың болады дейді, қораңнан мал таусылғанша дейді. Бір досың болады дейді, кеудеңнен жаның шыққанша дейді. Бота екеумізді Алла тағала солай кеудеден жан шыққанша қалдырған дос екен біз. Қалай десем екен енді. Құдай тіл көзден сақтап, осы семьяда бір қазанда қайнай беруімізді бәрімізге нәсіп етсін деймін. Тойларыңыз құтты болсын. Кәлкенге, бәр балаларыма рахмет. Осы семьяның балалары біздің де семьяның балалары. Үлкен рахмет. Мінеге, бүгін достасқанына 40 жыл болып жатқан Рубин, лағыл емес, бриллиант достар, сіздер аман болыңыздар. Құрметті достар, ескере кететін жайт, бүгін дәл осындай карантинде басым бәйгеге тігіп той жасап жатқан Серік ағамызбен Бота тәтеміз генерал қоя. Рас қоя, генерал. Генералды
генерал сияқты құттықтауымыз керек қой, иә? Қыздар, сәл сабыр етіңіздер, біз сіздерге мешать етіп жатқан сияқтымыз, иә? Карина. Серік аға, сізді мына төрге шақырып салайын. Келіңіз. Сіз бүгінгі тойымыздан ғана емес, Қазақстан Республикасының генералы боласыз. Осы жерде тұрыңыз, ал генералды честь беріп құттықтау үшін 4 жігіт алдыға келіңіздерші. Аға, келіңіз, аға, келіңізші. Сіз өз әскерге ұқсайсыз, келіңіз. Өй, генералды құттықтаймыз ғой, е. Аға, келіңіз. Сосын Азат аға. Кішкентайдан бір көскенсіздер ғой. Жігіттер бір қатарға тұра қалыңыздар. Бір қатарға. Бой-бойымен. Аға, сіз ең соңғы тұрып баласыз ғой деймін, бой-бойымен деп жатырмыз, аға. Сап, дүзел, тік тұр. Сап, оңға бұрыл, солға Қазақстан Республикасының генералы Серік Мырзаны, Серік генералды құттықтауға дайындал. Алға қатардағы жауынгер, алға қадам бас. Ой, аға, сіз қайттан орныңызға барыңыз. Мынау вообще генерал емес, ауылдағы бір мектептегі бір апайдың мұғалімді құттықтауға келе жатқан сияқтысыз. Генерал тұр ғой. Кәмі әскери бірәм. Маршпен барасыз, қолыңызды қоясыз. Фуражка жоқ болса, сол қолыңызды басыңызға қоясыз. Құрметті генерал, тойыңыз құтты болсын. Құттықтап тұрған Пәленбаев. Все, жетеді. Қатардағы жауынгер, алға қадам бас! Аға, фуражка. Генерал Мырза, туған күніңіз құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Құттықтап тұрған қатардағы Садық Мырза. Ай, қошемет, соқ қойыңыздар, қолын алып қойыңыз. Келесі, қатардағы жауынгер Азат, алға қадам бас! Были версты, обгорелые в пыли. Ағам бір Индияның әскерлер сияқты. Қипан. Туған күні құтты болсын. Құттықтап атқан Ниязов Азат. Ай, қошемет, соқ қойыңыздар. Келесі, қатардағы жауынгер, алға қадам бас! Приближали, как могли, этот день победы. Ай, рахмет. Ағамыздың жүрісі бір қара жорға билеп жүрген сияқты. Аға, қолыңызда. Аға, чесіз. Фуражка қайда, аға? Құрметті генерал. Мына туған күніңіз құтты болсын, тойыңыз той қыласын. Құттықтап тұрған Мұсаев. Мәди Мұсаев дейді, қол соқ қойыңыздар. Енді бүкіл бұрылып орныңызға бара беріңіз. Міне, нағыз әскери тартыппен жүрген ағамыз. Бүкіл армиядағы кашаны өз жалғыз жеген сияқты ағамыз өз. Келіңіз аға, соңғы әскер алға қадам бас! Ой, жаным. Рахмет, бір байдың баласы сияқты, құдай ма? Жолдас құтты болсын. Құттайтын Жолдас Табаев. Ибрай. Ағам өзінің атын өзі ұмытып қалыпты, қолын ұстап қойыңыздар. Құрметті достар, бір достық ант қабылдаңыздар. Мен сіздерге қазір анттың алғашқы сөздерін айтам, сіздер ант етемін деп айтып тұрсаңыздар болды. Той иесі Серік ағамызбен бота тәтемізді әрқашан демеп тұруға, қуанышқа бөлеп тұруға, жақсылықпен жебеп тұруға, кредиті болса төлеп тұруға. Ай, бәрекелді, бәріне даяр достар, аман болыңыздар. Енді естелік суретке түсіп алайық, содан кейін әр қарата билейтін боламыз. Серік аға, келіңіз, құрдастарыңызбен, достарыңызбен бірге суретке түсіп алыңыздар. Сосын ана конверттерді бере салыңыздар. Конверт үйге кетіп қалып жүрмесін. Ұмытып кететін жағдайлар көп. Достар, күліп тұрыңыздар. Осы тойға арнай көйлек алған адамдар болса алдына тұрсын. Қалсын ғой.
Ал достар, кішкене билеп өз орнымызға жайғассақ болады. Құрдастарға, достарға, ағайындар, қойыңыздаршы. Әдемілеп қолдап қойсаңыздар, мәрхабат. Көршімде талайды, ажарың арайлы, әмірім жүрмеген жүрегім қалайды. Кейде сен қаттысың, кейде тым тәттісің, мен сүйген аруға сен маған бақсың. Ай, жүрегім айықсың, сезімді бағала, сен маған лайықсың. Басқаға қарама, аққудан аумайсың, көңілім толама, гүл берсем алмайсың, осылай бола ма? Рахмет. Ағайындар, шұғыл Серік ағамыз бен Ботат әдемізді сыртқа шақыр жатыр. Бір жағдай болып қалды ғой деймін. Серік аға, сіздерді сыртқа шақыр жатыр. Мүлт заман не отыр. Достар, орнымызға жайғасайықшы. Тез отыра қалайық. Заман қиын болып кетті ғой. Отыра қалайық. Тез. Ботат әте, сыртқа шақыр жатыр. Той иесі қайда деп іздеп жатыр, біз емес. Ханымдар мен мырзалар, ешқандай мүлтсада емес, сілтсада емес уайымдамаңыздар. Экранға назар аударыңыздар. Біздің балалардың тағы да бір сюрпризі бар. Ол қандай тосын сый? Экранға назар аударайық, сосын білетін боламыз. Егер түсініп қойған адамдар болса, қолын соқ қойсын ағайындар. Темір тұрпар құтты болсын! Өмірдегі бақ тірегім, дара қыран жан әкем, сенің әрбір ақ тілегің, маған оран жан әке. Болашағы бар қашанда, адаспас жол нұсқадың, келуші еді әр қашанда, менің саған ұқсағым. Асқар тау болып жанымызда, куә боп өскен шағымызға, аман жүр біздің бағымызға, асыл әке, асыл әке. Міне, әкеміз бен анамыз сыртқа барып жатыр ағайындар. Қол соқ қойыңыздар. Мамочка, сементятка. Таңғыныз құтты болсын. Тойота 60 деген автокөлік жоқ екен ағайындар. 70 сыйлап жатырмыз. Алла бұйыртса 80 жасында Тойота 80 сыйлауға нәсіп етсін. Қол соғайық ағайындар. Той-тойға ауласын. Тұлпар құтты болсын. Отырыңыз. Шыбалған әкең. Отырыңыз, папа. Мамаға чақ бересің. Ашылады, папа. Құнай ақсын. Ал, отырайын ба? Отырын мен. Сымалады. Келізіп түсіңіз. Қолыңыз басын. Ура! Тройное ура! Ағасынан қара. Енді бұл кілтсіз оталады, папа. 2021 жылғы машина. Салон. Шорымызды басасыз да, басты оталғанша оталдырасыз. Ой, рахмет. Мен бірдеме болып қалдым. Игілігіңізге. Қонақтар келді, кіргейді көмір болған. Алаға құттықтаймыз сізді.
жаным